идея мен басты мақсатымыз. Қазақстан халқының тығыздығының төмен болуына және көршілес тұрған мекендердің ара қашықтығының алыс болуына байланысты жол бойында қызмет көрсету мекенін ұйымдастыру, жүргізушілер мен жолаушылардың демалуына, тамақтануына, тасымалдау құралдарын жөндеуге қосымша мүмкіндік туғызу мақсатында Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен-Ақтау трасса жол бойындағы қызмет көрсету мекенін ұйымдастыру қарастырады. Осы мақсатта жол бойындағы қызмет көрсету мекені құнды ұсыныс. Жол бойындағы қызмет көрсету мекені келесі қызмет түрлерін көрсетеді. 1 орынды, 2 орынды қонақжай номерлері, кафе, дүкен, жеңіл көліктер мен жүк автокөліктер автотұрағы және дөңгелек жөндеу шеберханасы. Клиенттермен қарым-қатынас, әлеуметтік желілер, таргеттелген жарнама, жеңілдіктер, тұтынушы сегменттері, кәмелет жасқа толған, көлік жүргізуге рұқсаты бар әрбір азамат немесе азаматша, өткізу арналары, онлайн платформа, әлеуметтік желілер, мобильді қосымша, сарафанное радио арқылы жарнама. Негізгі ресурстар, команда, кіріс ағындары, күнделікті табыс. Қызметтің негізгі түрлері: платформа әзірлеу, серіктестерді іздеу, пайдаланушыларды тарту. Негізгі серіктестер жұмыс құралдарын сатып алатын ірі дүкендер. Шығындар құрылымы: жарнамаға жұмсалатын шығыстар құрамына баннерлерді шығару және оларды трассаның екі жағында орналастыру, салық төлеу. Кәсіпорын жеке кәсіпкер ретіндегі ұйымдастырушылық, заңды түрде тіркелген және шағын бизнес субъектісіне арналған жеңілдетілген салық салу режимін пайдаланады. Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес және жеке табыс салығы әлеуметтік салық қойылымы жалпы табысынан 3% қарастырылған жұмыс құралдарын сатып алу. Көлік жөндеу мекенінде кездескенше